Эфирден шықсам, маған осындай гүл келіп тұр. Эфирға жіберіп, енді үлгермей қалыпты, қазір келді. Көп рахмет. Алдында тоже эфирде жіберген адам, артында, короче, без точкасы бар. Кім екен? Бірақ рахмет көп. Эфирден шығып, анда-санда көретін осы екі жан бар. Қашан үйленесің, Ақтөре? Ешқашан. Жынды екен ғой, налар, иә? Тұрматсың ба сен? Иә. Қашан үйленесің? Алла қаласа биыл енді қыс болып кетті ғой енді. Ақтөренің тойына келіп берсе. Ойбай. Досыңыз ба сіздің? Досым. Осы екеуі дос, жан достар. Сұрағам дегенсің бе? Алла қаласа, ол күнге дейін аман болайықшы. Бұйырса енді осы екі кісінің тойын көрейік. Ал бірінші очередте мен қазір қаладағы апаның үйіне келдім. Бұл жақта жеңгелерім тұрады. Айттықтап келген бірінші үйім. Қазір подругам үйіне кіремін. Мына жақта менің осындай фотомен тұрады. Енді маған осындайлар көп келеді. Қашан қойсам да, не үшін қоясың, бәрібір ответ бермейсің деп айтады да, бірақ андай бір тупой сұрақ қоясыздар да, просто привет, қалайсың, не істеп жатсың деген. Ондай сұраққа элементарно мен былай история маршал ответ беріп отырмаймын ғой. Сол үшін кішкене нормальный сұрақтар қойсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Бүгін ең ерікті общем аэропортқа шығарып салып жатырмыз. Кетіп бара жатқан жағдай бар. Мен курткамды қазір киемін. Кетіп бара жатқан жағдайы бар деп жатырмын. Өзі салат Бірақ апталы ғой? Солай общем. Неменен кейін сал? Ояна салып қасыма қарасам, Бексұлтан жоқ, бір жаққа кетіп қалған ба, тағы айтпай деп дайындап жатсам, представляете? Ағаң деген мына жерде Құдайым берді деп Ерасылдың диванында жатыр ғой. Сен сөйтіп қашып кететін болғансың ба? Сен крутой шығарсың, Сен менен қашып кетесің ба, не жан? Сен крутой шығарсың, Айтшы. Крутой шығарсың, менен қашып кететін. Шыдам, сонда мен сол ыстыққа шыдайды екенмін да, сен шыдамайды екенсің да? Енді саған пайдалы ғой, маған пайдалы емес қой. Ойбай, Багуаға жатқыз жүрейін ба тура. Мен қасымнан қашып кете береді қайта. Ертең енем келеді. Ау, не болды? Ертең енем келеді. Кірсе енді. Сонымен, короче. Ойбай, не болды? Османға мынандай тамақ алдым. Тамақ? Болады ма сондай? Агуша қара соқта. Болады ма Османға? Османға деп алып кеп. Қайырлы кеш. Бүгін бізде ужинға жаркое. Мен кухняға бір кірсем кіріп кететін әдетім бар. Так что мән бермейсіздер ғой. Қарап қана қойып жүре беріңіздер. Қазір после көрсететін боламын. Все, дайын менің жаркоем. Қазір жаным жеп көреді. Давай, жан, жеп көр. Мә, сон дәмдеген деп сұрадым. Аппетитно ма? Қалай? Өшір. Ал ас болсын. В общем, бір күн сондай болып кетем мен, бір күнде ше. Кейде көп салам, кейде аз салам тамақ істегенімді. Ал ас болсын. Негіз бірақ тамақ қатты істемейсің ғой. Қатты істеймін, конечно. Ас болсын. Қалайсыздар? Осы әлемде как будто сторис салмаған мен ғана қалған сияқты болып өзімді бір түрлі сезіндім. И сөйтіп бір сторисқа шығып қояйыншы деп бүгін енді айт қабыл болсын барлықтарыңызға. Кішігірім таңғалып жатқан бар. Мүмкін енді бізде қалада тұрған кезде ондай білінбейтін да, например, көшеде бір-бірімен араласпайды, айт дегенді бүйтіп тойламайсың ғой. Мына жақта кәдімгідей таңғы сағат 7-тен бастап бірінші ер адамдар, потом әйел адамдары кіріп, короче, айттап кіреді екен. Жаңағыдай шай ішіп, таңғы сағат 7-тен бастап, короче, айт тойлап жатырық. И қазір 3-ші партия қонақтарымыз келеді. Сол кісілерді күтіп отырмыз. Сол сіздерде не хабар? Бәрін бітіріп, потом демалайын деп тұрық.